Бауырлар, іні қарындастар, мынау бүгін бір сай себептің де үлкендеу себеппенен бас құрап отырмыз. Бұлай, мына Зәкіржан қайнағам айтып отыр ғой, бұлай көп құра алмаймыз деп. Бұның құралуына себеп беріп отырған негізі Қалекеңнің қасиеті ғой, таланты. Оның басымызды құрап отырған мына Самат дейтін ініміз. Қалай, бұл қазақтың даласында талай байлар өтті ғой, мысалы. Мыңдайдаған, мыңдаған, мынау арғы заманда мысалы бәрін мыңдаған байлардың бәрі иесі аты жөні көшіп кетті желмен бірге. Бірақ 18-ші ғасырда 17-ші ғасырда Жеменейдің Жомар аталығы, мына Арзанның атасы, соның аты жетті мысалы. Несімен жетті? Осы еліне жасаған қамқорлығымен жетті. 18-ші ғасырда Үштіназардың даңқы жетті бізге мысалы. Жарұлы Назар, Құдай Назарұлы Ханазар, жаңағы Қожа Назардың несімен жетті? Осы еліне жасаған қамқорлығымен жетті. 19-20 ғасырда кім жетті? Саламаттың сарбасы жетті. Несімен жетті? Саламаттың сарбасының мынау Жемнің бойында 17 мешіт медресе бар. Мынау Сағыздың Шейбұлағындағы айғандырған көк мешіттен бері қарай сол Есекмерген Абдулла Хазірет, Жаналы бидің баласы Абдулла Хазіреттің медресесі, айғандырған көк мешіт. Сол айғандырған көк мешіттің осылардың бәрін мысалы қаржыландырған, тікелей көтеріліп кетуіне жәрдем берген, оның ішінде бәрібір де адайлық емес, осы байырының балдары бар, табындар бар, жеті рудың. Солардың бәріне де әлімдер бар, жәрдем берген, жаңа біздің атамыз Саламаттың сарбасы. Енді сонда еңбегіменен халқына осы атағы өшпейтін адамдар ғой енді. Мысалы сол кісінің мен бір әңгімесін айтқым келіп отыр. Мына балдардың құлағында қалсын деп. Естігендер бар шығар, естімегендер бар шығар. Сәттіғұл әкеміз, атамыз Жанғабылдың Сәттіғұлы. Атағым жиенденді елдің арасында жайылып шақ келе жатыр дүбірлеп. Бірақ жоқтық жомарттың қолымен көп жерге аяғым жетпейді, көңілім талпынғанмен. Сөйтіп жүрген кезім еді, бір күні о, қобырлас деген нән ор дауыс шықты дейді даладан. Соң далаға жүгіре шығады, жас жігіт, бүйтсем Мәтекең тұр дейді, Беймәтжан. Сосын содан қабыл аттан түсіріп, ішке кірді, кіріп, әкеммен аман түгел алысты, жеңгесіне сәлемдесті. Сосын мына бір балаңды ертіп кетейін деп келдім деп айтты дейді. Сенің қажетіңе жараса еріп деп айтты. Сол жерде еріп айтпасы, сен сөз шығарады дейтін көрінеді. Сен Саламаттың сарбасына сөз шығар депті. Осы қазаққа қайыр деген бір адам болса, сол сарбас, оның алдынан түсетін адам жоқ. Қазіргі таңда адай түгел алшында сарбасқа сөз шығар, сосын ертең осы уақытта келіп ертіп кетемін деп айтты. Оған түнімен толған сөзді шығардым, қағазға түсірдім. Көңілім алабұртып ұйықтамай күтіп отырып, сәскеде тағы кешегі зор дауыс шықты деді. О, хабарласты. Үкіріп шықтым. Атыма мінгізіп, айымын жұртын аныма мінгізіп, ертіп, бірдеңе деген бір бозашының ойында бір шұңқырға алып келді. Шұңқыр дейді. Терең шұңқыр. Содан атты шұңқырдың сыртқа қаңтарып тастап, шұңқырға түстік. Содан Мәтекең мені шарта жүгіндіріп отырғызды. Сосын өзім алдасып қалып, шұңқырдың төріне жайғасты. Аңғырла деп айтты. Егер деп айтты, жырым көңілімнен шығып, құлағыма жақса, осы жерден шұңқырдан шығарып алып кетемін. Егер ұнамаса, осы шұңқырға көміп кетемін деп айтты. Оған Құдайым күнін азабы түстім, тап болды. Содан жабекет деп алып, зырлап кеттім, орта жерге жеткенде жақсы екесің, жаман емес екесің, жүр бала деп айтты. Содан Саламаттың сарбасының алдына алып барды. Содан түнімен жырлатты, айтты дейді, мына інім, жаман інім, осындай. Саған сөз шығарып кетті, соны тыңда деп, соның елдің ағайын, елдің ақсақал, қарасақалдары жинап, жырды тыңдады дейді. Сарбас көп сыртқа шығармайтын, сондай адам екен. Сосын түнде таңертең, егер түнде сол халыққа риза қылып жаттып, таңертең күпініп, өйтсе Мәтекең күбірлеп сарбасқа айтып жатыр екен дейді. Мына баланың сөз ақысын не қылдың деп. Осы сарбас айтты, бір
әдемі бір дөнен, тор дөненді байлап қойдым. Бектеміз қазан қаппалдары жасатқан ер тұрманды салып деп айтты. Ол кезде қазан қаппалдарының ер тұрманы деген оған міну енді жетпейтін көрінеді көп адамның қолы. Содан неде тұрған? Сосын бір 20 шек қой қонағына келген кеткен 20 шек қойды бөліп қойдым деп айтты. Сосын жақсы деп, сосын енді өзіңіздің ат шапаныңызды өзіңіз өз алдына қой деп айтты. Сол сибағамызды алып, жаңағы кердорына мініп, шекелей қарап шықтық дейді Сарбастың ауылына. Сол Мәтекеңнің ауылының деңгейіне келгенде, мына қой осы жерде қала берсін, менің де келетін кететін қонағым көп қой деп айтты. Маған? Айта берейін. Және не айтты дейді ол? Осы күйімде тұратын болсам, өмір бойы ішіп жейді. Тұрады. Ол әңгімеге енді келеді. Оны айтқан, я. Осы күйімде, осы бағыңда тұрсаң, қалған тағы да көре жатармыз деген Сарбас. Содан бір күні, содан егер жаңа атпен тортөбелмен кетіп, бір күні уақытының ортасында бір отыр едік, күдер суының несінде. Бір дауыс алып барады дейді аспанның астын. Мәз далаға жау шапты ма деп жүгіре шықсақ, бір бұлттай көшіп келе жатырған қаптаған сиыр дейді. Сиыр! Сол сиыр келіп, біздің суға қарай келе жатыр дейді, көп сиыр. Содан Сарбас мен жақтан он шақтадан бөлек келді дейді сиырдың соңынан келіп. Сарбас бастаған адамдар екен дейді, келіп аттарын қаңтарып түсіп, аман түгел алысып, шайсы ордарын ішіп, айтты дейді, мынау сиыр деген мал екен. Біздің көш оңға да көп. Адайға қол емес екен деп айтты. Әрі-бері бір нетіп көрген, көбейіп кетті қорқыр. Осы суда жақсын деп айтты. Шетінен пайдаланыңдар, жерсіңдер, сауарсыңдар деді. Деп, сол сиырдың қағамесін көрдік дейді. Қайыр. Сарбас деген жарықта сондай адам екен ғой. Сол айтқан, мына Сарбасқа жасып айтқан самаділімізді айтайын деп отырмын. Мына ағасының әнәуін танысқаннан кейін көкірегіндегі арманын танып, қасиетін танып, үйіне іздеп барып, жағдайын көріп, мына елдігімізге сын екен, мына ағамызды бүйтіп жүдетіп қойғанымыз деп, осы мына көңілін көтерейік. Алда 70 жасы келе жатыр, оны да көрерміз уақытында. Осы түсінетін тамырының тірі қарындас інілерін жинап, кішкене шашпауын көтеріп, ағамыздың көңілін көтерейік деп, мына өзінің құтқанасында жинап отырған самат інімізге рахмет айтайын деп отырмын. Енді Қалекеңнің мен жолдас болғанымызға да біраз заман болып қалып, жаңағы өзім бір алғы сөзімде жазғанмын бұл кісімен қалай танысқанымды. Інілер қарындастарым кейбіреуіне айтып бергенмін. Қайтара естімегендерге айтуға болады. Бір күні мына Сержан Шайкіратов екеуміз ол кезде шалып оттап жүреміз. Соңай шалым береді, Ізбасар Шайтанов деген. Ол шал өліп қалды ертерек. Күріспейтін шалым береді, ол ұстатпайды. Қолыма түсетін Сержан Шайкіратов дейтін Саматтың қайнағасы. Сонымен екеуміз сол бір желдеп жүріп, журналистер күніне тап болдық. Бір ресми люкс рейскендеу жиын болып жатыр екен. Жүргізіп отырған Сақып Керелбаевпен осы жоламан отыр. Соған неге рахмет айтып берген дейтін ағам шықты. Қасында бір қоңыр адам бар жетегінде. Сосын сол қоңыр адам өзі кішкене сөйлепті қысқаша. Мерекелерің құтты болсын, бірдеңе депті. Осы Қарақалпақстаннан Қалбай Әбдірман деген бір ғажайып ақын көшіп келді. Сол кісіге сөз берейін деп. Содан қалаған мынасы шықты, жаңа қоңыр адам шықты. Қоңыр болғанмен іші қоңыр емес екен. Содан бір өлең оқыды. Сол өлеңнің ішінде соңғы жағы есімде қалып қойды. Ақындық құмырған қан майдан, көктеген тасқа қандай дән. Айырылар қазақ бір шыннан айырылған күні Қалбайдан деп аяқталады жаңа өлең. Адам не қылдайды деп. Содан әбетте үйге келдім. Үйде Мырзатай Болатовпенен Медет Дүйсенов ағам әбетке келіп отыр екен. Содан шайымды басталып жатырғанда айтып, мен бір ақын көріп келдім, бір қызық, ғажайып. Осындай өлең осылай болып аяқталады деп жаңа есімде қалған 2 шумақты оқып беріп едім. Ана көктеген тасқа қандайдан деген кезде Мырзатай елең ете қалды, мынауың ақын ғой деп. Сосын жаңағы көзі көк бұрыштан ағам Медет ағам бүйтіп
қарап сығалап қарап енді солай деп аяқтала ма деді. Иә, солай деп аяқталады. Айырылған күні қалбайдан қазақ қарасы қысқасы капут болатын көрді. Сондағы Медет ағамның айтқаны ғой, абай өлгенде де аман қалып еді, қалбай өлгенде де қырылып қала қоймас дейді. Содан мәтел болып кетті. Одан кейін мен анық сөз жазып қазақ тілі деген кітабына былай басталады. Қалбай ағаммен кездесуімнің өзі біртүрлі қызық деп жаңағы естелік қылып айтамын да. Сөйтсем солар алып сатты мынаша. Амбицияны қарашы. Өзі бір сөзіне тигізбек. Сеге 3 күн еңбек сіңірген. Өзі біреудің сөйлемін түгел алып тастайды. Сонымен сөйтіп қалағанменен ағайынды болып келе жатқан жағдай ғой. Қалағанға жасаған жақсылық, қазаққа жасаған жақсылық самапайына. Себебі бұл кісі әңгіменің шыны Қарақалпақстанда Төлеген Айбергеновтен кейінгі қазақтың туын көтерген ақын. Бүкіл Қарақалпақстандағы бірінші ақын болған. Төлегеннен кейінгі, Төлеген өліп қалды, екінші ақын болған адам. Төлеген орнына таласпайды жасын, ба? Таласпайсың? Төлегеннен кейінгі екінші ақын болған адам, бұл кісінің өлеңдерімен біз мектепте жүріп таныстық. Қарекеңмен мектептің оқулығында болды бұл кісінің өлеңдері. Неше жыл, 41 жыл оқулықта болды. Содан енді менің жаңағы Қалекеңе жасаған қазаққа жасаған жақсылық деп отырған себебім бұл кісі сөзді пір тұтқан, киелі сөзді пір тұтқан, соның бүкіл жаңағы Ыржекең айтқандай бүкіл сүйегіменен, бүкіл ағзасыменен, бүкіл түгел өлеңнен тұратын адам. Және осы тұста осы Қалекеңдерге қызмет қылудың маңызы зор. Қай кезде де зор ғой. Маңызы зор болатын себебі қазір сөздің киесі қашты. Не нәрсенің де киесі қашты ғой. Қазір дилетант тарихшылар қаптады, дилетант халтуршы ақын жазушылар қаптады. Кешегі кеңестік дәуірде біздің партократтары ол кезде қол жетпейтін арман жазушылық болу керек. Осы тек кеше ерік берілген бойда сол жаңағы не болса соны малшылап жазып жатыр қазір. Бұл кітап соққан дейтін ауырға ұшырады. Ұлтымыз бұл да бір дерт, уақыттың соғып отырған індет. Осы індеттен арылтатын жол шынайы әдебиетті, шынайы өнерді шыңға шығару. Егер шынайы өнер орнын тапса, халық соған қарап, кейін ұрпақ соған қарап бой түзейді, ана албастылардың несіне бұрылмайды. Себебі сенің алдыңда шұбат тұрса, сен ана бұқсасыған дейін не істейсің сен ана? Лимонад ішпейсің ғой мысалы. Қымыз тұрса. Осы сияқты осы шын мәнінде осы қасиетті поэзия өрік шыңына шығу керек, сол кезде ғана аналардың мысы басылады. Біз сол жығып алып жүрген сияқтымыз, өзіміздің жарымызды өзіміз жығып алып жүрген сияқтымыз, көз алмастықпен, күндестікпен, таршылықпен, әртүрлі заманның қысымменен, уақыттың несіменен сол өзіміздің немізді өзіміз түсіріп алған жағдайымыз бар. Бірақ жаңағы тағы да шалдардың айтқан жыртыла қойды деймесін көксауыттың жағасы, кетіле қойды деймесін көгетілдің сағасы деп Құдай тағала қазақтың алтын құрсағы аман болса, ол кие қаша қоймас. Бұл дәуірде өтер, бұл да бір уақытша кезең ғой енді. Әрбір заманға өзі бір жұт болады. Мына жерде Жандос дейтін менің ағашым отыр. Осының бабасы демесінге берілген баға бар, жұттың үш түрі туралы. Өзінің аталарының берген бағасы бар. Жұттың үш түрі болады. Біреуі ел жұты, біреуі жау жұты, біреуі үй жұты деген. Ел жұты деген елу алып жылда бір шауып тұрады. Жау ғой, жау жұты деген. Ел жұты деген бір 15 жылда бір соғып тұрады. Табиғаттың апаты, қыстың қиыншылығы, қуаңшылығы. Үй жұты дейтін болады, ол бір үй күнде шығады депті ғой. Демесін деген жездемізді біздің үй жұты деп атапты. Ал енді сол бұл да бір жұт, мына қазіргі болып жатқан қоғамдағы нәрселер өтіп жатқан. Құдай сол жұттан аман шығар. Мына рухани агрессия, европалық мәдени агрессия, тексіздік, осының бәрі де жұт қой. 20 ғасырдағы неше түрлі жұт келді ғой ұлттың басына. 10-шы жылғы табиғаттың жұты, 16-шы жылғы солдат алу жұты, 17-шы жылдан басталатын революциялар жұты, одан кейінгі 19-21-дегі ашаршылық жұты, 28-27-дегі қоянның жұты, 28-дегі Капескенің жұты, 30-32-дегі ашаршылық жұты, 37-дегі репрессия жұты,
39-дан 45-ке дейінгі соғыстың жұты, одан кейін тыңның жұты, тоқыраудың жұты сияқты жұттар, осы жұт мына қазір келіп жатырған ваххабизм болсын, мына тек топырақсыздық болсын, осының бәрі де ділсіздік, осының бәрі де ұлтқа келіп жатқан жұт. Осының бәрі өзінің үлесін алып кетеді. Біздің мақсат соны аз үлеспенен құтылу солардан, сол жұттардан. Ол аз үлеспен құтылу үшін осы Қалекең сияқты сүйегіне қасиетті арған таланттарды ұлықтау болса керек. Рахмет соған, Саматжан. Құдай дүние тұрғанша тұр, қол аяғыңа дерт бермесін. Осы ағаларыңнан үлгі алсаңдар, жаман болмасындар кейінгілер. Рахмет.